Қазақ баланы санамайды және санын айтпайды. Сәби шалқасынан жатып башайын тістесе, оны үйірін жақып жатыр деп ырымдайды, яғни соңынан тағы бір бала келеді деген ұғым. Сәби көзін ашып ұйықтаса, жары сұлу болады. Баланы бесікке саларда ешкім сөйлемейді. Егер біреу сөйлеп қойса, бала жылауы өскенде өсекші болады. Қалжа жемеген әйелдің баласы ынжық, болбыр, икемсіз болып өседі. Әкесі тірі адам бас ұстаса, әкесі өліп қалады. Ми жемейді, мидай пылжыр, бос, белбеу, ынжық болады деп өседі. Омыртқаның жұлынын жесе, суға кетіп қалады. Бала нанның қиқымын жесе, бай болады. Үйге кіріп келе жатқанда, бала есік алдында құлап қалса, үйге береке, ырыс, байлық келеді. Оны төрге апарып 3 рет аунатады. Сәби тоңқайып екі аяғының астына қараса, оның жол ашқаны, күткен жолаушы немесе қонақ келеді. Баланың аңшылықтағы алғашқы олжасын тырнақ алдысы ешкімге байлатпайды, несібеге кетеді, аңшылықта жолы болмайды. Жас балаға бұғана ұстатпайды, бойы өспей қалады. Біреуден бала асырап алса, оның 10 қолына асыраған ата-анасы асық жілік ұстатады. Біреудің баласы тұрмаса, оны біреу өтірік сатып алады. Келін бала көтермесе, нағашы жұртының бір баласын қойнына алып жатады. Жүкті әйел шашын кессе, іштегі бала кемтар болып туады, бақыты кесіледі. Бесікті бейуақытта далаға шығармайды. Бесіктегі баланы үйде жалғыз қалдырмайды. Нәрестенің еңбегін баспайды. Қырқынан шықпаған сәби бар үй түнде күл төкпейді. Сәбидің кіндігі түскенше, кіндік шешенің ерімен жақындасуына болмайды. Жаны туған сәбидің оң жақта отырған қыздың емшегімен ауыздандырса ақын болады. Ана баланы дәретсіз емізбейді. Сәби ананың төсін ұстап отырып емсе, саран болады, еркін емсе, жомарт болады. Сәби шалқасынан құшағын жайып, алаңсыз ұйықтаса, елге белгілі азамат болып өседі. Бүктісіп ұйықтаса, уайымшыл, жігерсіз болып шығады. Ет бетінен жатып ұйықтаса, ойшыл болады. Қыз балаға шашы өссін деп желке жегізеді. Баланың желкесі шұқыр болса, немесе желкесінен сүйсе, тілазар болады. Шөбересінің алақанынан су ішкен қарт жұмаққа барады. Бала көк жөтел болса, көк ат мінген жолаушының жолын тосып, көлденеңді көк атты көк жөтелдің емі не деп сұрайды. Ол нендей ем айтса, балаға соны қолданады. Бесіктің бас жағына пышақ, қайра, қамшы жастайды, немесе бүркіттің тұяғын, кірпінің терісін, жыланның бас сүйегін тығады. Жын шайтан қауіп-қатер жуымайды. Бала асық етін мүжітпейді.
6 жыл аш болсаң да асық етін мүжіме деген сөз бар. Сәбидің 40-нан шыққанда қарын шашын алмаса қарғысы қатты болады. Қыздың басына ақ қара орамал тартпайды. Ақ жаулықтың қара қайғының белгісі. Жаңа түскен келін киім-кешегін қысқартса, нәрестені кем туады немесе түсік тастайды. Әйел босанар кезде үйдегі сандықты босатып қояды, сонда әйел тез босанады. Жас балаға кеңірдек жегіспейді, ұлдың келіншегі жалаңаш келеді, қыз жалаңаш күйеуге барады. Сәбиге көз тимес үшін бетіне күйе жағып қояды. Бала қаспақ жесе, оның үйлену тойында жаңбыр жауады. Есіктің тұтқасын жуған сумен көз тиген баланың бетін, екі алақанын, екі табанын жуса, тәуір болып кетеді. Көз қотыр шыққан балаға сойған малдың көзінің суын жақса, жазылып кетеді. Сәбидің тілі мезгілінде шықпаса, нағашысының үйінен апарып, бір қойды сойдырып, соның көтеншегімен буындырады. Сәби алақанын жапалақтаса, қуанышты хабар келеді. Адамның келіншек отырған жақтағы аяғы үйіп қалса, ол 2 қабат екен деп ырымдайды. Түсік тастамасын деп, жас әйелдің көйлегінің етегін бүріп қояды. Екі қабат әйелдің күні жақындаған кезде жер ана күш-қуат бере гөр деп жалаң аяқ жүргізеді. 2 қабат әйелге пышақ, ара, қайшы ұстатпайды, ұстаса мезгілінен бұрын босанады. Бала кіндігіне оралып қалады деп 2 қабат әйелге ине жеп ұстатпайды. Бала ортан жіліктің майын жесе, ата-анаға мейірімсіз болады деген ырым бар. Жас босанған әйел 40 күнге дейін қолын суық суға малса, бауыры болады. 2 қабат әйел ұл туғысы келсе, еркектің қару-жарағын, қыз туғысы келсе, жүзік, сырға, моншақ, қызыл түсті мата жастанып жатады. Бөбек мезгілінде еңбектемесе, оның бауырынан тағам толы табақ өткізсе, тез еңбектеп кетеді. Толғағы қатты болады деп 2 қабат келіншекке толарсық жегізбейді. Каналға тіркеліп лайк басып, коммент қалдырыңыз.